Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте тез және оңай дайындалатын цезарь салатын ұсынамын. Грудинка немесе осында аяқ қолдансаңыздар болады. Тауықтың аяғын қолданатын болсаңыздар, осында бетіндегі терісін алып тастаймыз. Сосын етті осылай ашып жіберуіміз керек. Осып, өзінде мариновка істеген кезімізде сіңіп тұру үшін. Мариновкаға бізге 50 грамдай май, қызыл бұрыш бір ас қасық, қара бұрыш бір ас қасық, тұз, сосын чесногымызды қосып, барлығын бір ас қасық майонезімізді қосып, жақсылап араластырып, бағанағы еттерімізге кисточкамен жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша, ет піскенше пісіріп аламыз. Капустамызды осындай қатты жерін пышақпен бөліп алып тастаймыз. Пышақпен осылай видеодағыдай төрт бұрышты етіп турасақ болады, немесе қолмен жұлсақ болады. Маған ыңғайлы осындай қолмен жұлып салған ыңғайлы. Қатты жерлерін алып тастаймыз, салатымызға қоспаймыз. Сосын піскен етімізді суытып, тураймыз. Сосын қызанақтарымызды да турап шығамыз. Келесі жұмыртқамызды да турап, керешкемізді саламыз, немесе батон нанды табаға қыздырып, қуырып салсаңыздар болады. Барлығын дайындап болған соң, майонезбен салатымызды жақсылап араластырып, сосын сырымызды осылай теркадан өткізіп бетіне сепсеңіз де болады, немесе салаттың ішіне төрт бұрышты етіп турасаңыз болады. Маған сепкен әдемі көрінеді. Салатымыз дайын болды. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.